Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қадірменді ата-аналар. Өзім менен өлшеусіз нарқым менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің, айналайын, халқым менің. Бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі. Балаларды қорғау дегеніміз әрбір сәбидің тыныштығын қорғау, тәтті ұйқысын бұзбау, алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөз. Олай болса, бұлтсыз күн, ашық аспандан нұрын шашқан күн сәулесіндей бейбіт өмір сүрсе екен. Олардың жүректерін қайғы мұң шалмасын дей отырып, мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Сонымен бірге, отбасынан басталған бақытты балалық шақтары отан қолдай азаматтар болуға дайын тұрған. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл қыздарымыз бүгін міне бойы өсіп, ойы толып, Алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Олай болса, мектебіме мың алғыс атты мерекелік шарамызға қош келдіңіздер. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз, баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Алтын ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметтеп ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Жетістіктері Бақыт қызы Мадина, оқу үздігі, ерекше аттестатқа үміткер. Номер 1 республикалық мега жұлдыз байқауының би өнері бойынша 1 дәрежелі диплом иегері. Әбіләш Жанайса, 9-11 сынып оқушыларынан алған тарих пәні республика бойынша олимпиаданың 3 кезеңінің 3 дәрежелі диплом иегері. Республикалық жарыстардың 4 түргін жеңімпазы. Өтегенов Қуаныш, волейболда Сыныпта 14 ұл, 18 қыз бар. Сыныптың білім сапасы 47%. Сыныпта 4 үздік, 12 оқушы білім алды. Аталған сыныпта жетістікке жетерлік, мысалы, Қуандық Есіл Етебекұлы, мектеп өзін-өз басқару ұйымының президенті, Бекежан Жанарыс Тұрысбекұлы, Жойжитудан республикалық халықаралық жарыстардың жеңімпазы, Сейілбек Әсет Сәкенұлы, қалалық республикалық байқаулардың жеңімпазы, Арапова Аружан Кешелік қуандық конкурсының қалалық кезеңінің 2 дәрежелі жүлдегері. Дәк Нұршаттық Ерланұлы, жас сарбаз республикалық байқауының 9 құмалақ ойынынан Мектеп шаттық толы өмірім. Мектеп әнім болып түңгілдің. Мектеп әнім болып та көріндің. Олалықта ардақ тұтар үнемі, алтын ұя ақ сақалды үнемі қанат қаққан білім алып өзінен күлі шәкірт саған басын иеді. Үлгілі болып сізде де, үлкейеміз бізде де ойшы өнеуді. Боламыз істің шебері, көп екен 4-5-іңіз, өмірде өсіңіз, талайсынан өттіңіз, кәмелетке жеттіңіз. 11 жыл бойы оқыған, ойға білім тоқыған, апалар мен ағалар, орындалды ойыңыз, құтты болсын тойыңыз. Қанатын қағар ақ жолдан, болыңдар сендер жаңа ұрпақ, жарқырандар жұлдыздай, қарасын жұрттан ұрқап. Аяқтап бүгін мектепті, гүлдерге толды қолдарын, алыстап бізден кетпекші, сәт сапар болсын жолдар. Кран болып шыңыз, оқуға барып түсіңіз, еңбекте көп қуаныш, елде талай туарыз, кемен кемге маман бол, келеңіздер аман бол. Ғұлама біліш ғалымнан, оқушы шаш жалынан,
Жоқшы жас жалынан, жазушыдан, ақыннан, ел қорғаған батырдан, мың бұралған бишіден, ой тербеткен күйшіден, оқыған жас кәріден, оқушының бәрінен түлектерге мың сәлем. Мейлі боп күніңіз, мектепке кеп тұрыңыз, сағынамыз күн сайын, кездесейік жыл сайын, сіздерге жалын жүрекпен, айтамыз достық тілекпен, әрқашан сәтті жол болсын, сапарларыңыз оң болсын. Ұстазада алтын үйе мектебін, маңдайына сипап өтер көктемін, сәт сапарда қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін, мектебін алтын үйе жарқыраған, ұстазың бұлақ көзі сарқыраған, шыңдалып, шыңға қарай қанат қақтың, шарықта жас қыран, ақ жол саған. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті де менің аяулы әріптестерім, ұстаздар. Сіздерді мынау бүгінгі болып атырған іс-шарамен және 1 маусым балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мектебімізге тоқталатын болсақ, биылғы оқу жылында 1527 бала білім мекемесін 22-23 оқу жылында аяқтап отыр. Осының ішінде 71 түлек қанаттарын самғап қияға ұшқалы тұр. Бұнымен қоса, сол түлектердің арасында біздің мақтаныштарымыз, бір алтын белгі иегері, 6 үздік оқушыларымыз бар. Бізге ата-анаға қандай баласы ыстық болса, мектеп ұясына да әрбір оқушы еркелігімен, өзінің ерекшелігімен, өзінің қымбат бізді ұстазды бағалайтын іс-әрекетімен бізге сыйлы. Ендеше бүгінгі мынау осындай керемет күні біз сіздерді қимай өмір деген белестің бір қадамына аяқ басқалы шығарып салғалы тұрмыз. Білім рухани жаңғырудың басты шарттары. Өйткені ой жүйесі терең, алыстан пайымдап, тереңнен тамырлаған дүние танымы кең адам ғана бәсекеге төтеп бере алады. Білім әрдайым бірінші орында тұрады. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәріне биік қоятын ұлт қана үлкен табысқа жете алады. Қоңырау үні. Бұл үн білім кемесі мектеп қабырғасынан шыққан әрбір адамның құлағына таныс, жүрегіне жақын, сағынышпен еске алар үн. Құрметті ата-ана, балапан балғын балаларыңыз әрдайым білімді де тәрбиелі болып, биік белестерді бағындырып, өздері ойлаған мамандық иелері атанып, сіздерді қуанышқа бөлей берсін. Бұл күн бал дәурен балалық шақпен қоштасып, жауапкершілігі жоғары азаматтық биікке көтерілгендеріңіздің бір ескертпесі сияқты. Түлектерді алда үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңызды ұлттық бірыңғай тестілеуде абыроймен өтіп, Қазақстан мемлекетіміздің білікті маманы болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Қымбатты алтын белгі иегерлері, үздік аттестат иегерлері, сапалы білім, саналы тәрбие берген ұстаздардың еңбегін аялап, өсірген ата-аналарыңыздың үмітін ақтап, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып шығып отырсыздар. Жоғары білімді, жақсы азамат болып, білікті маман болып, болашақта еліміздің өркендеуіне лайықты үлес қосады деп ойлаймыз. Үлкен өмір жолынан бастар қадамдарыңыз сәтті болсын. Мектеп бітіруші түлектер, сіз үшін осынау күн айшықты да айдынды, мерейлі де мерекелі күн, табысты да толғамды күнге айналып отыр. Өйткені сіз дәл осынау күні өзіңіздің қимас бір мекеніңізге айналған
балдәурен шақтың балауша қызығын өткізген, сөйтіп бойыңызға білім мен тәрбие жинаған мектеп анаңыздан ұшқалы тұрсыз. Келешегіңіз кемел, болашағыңыз жарқын болсын жас түлек. Барлықтарыңызды осы салтанатты жиында мектеп бітірулеріңмен шын жүректен құттықтаймын.
ұстаздары, 2023 жылғы жас түлек, ата-аналар, оқушылар және де мектебіміздің нөмір 68 жалпы орта білім беретін мектебіміздің сүйікті де сымбатты ұстаздары. Бүгінгі келіп жеткен 2023 жылғы оқу жылының аяқталуымен барлығыңызды құттықтаймын. Дәл осы сәт, дәл осы күн мен 2022 жылғы түлектердің табыстауымен алтын кілтті алған болатынмын. Сол кездегі берілген барша уәде қазіргі кезде орындалды деп айтпасам, артық айтқаным емес деп ойлаймын. Нақтырақ айтатын болсақ, былтырғыдан қарағанда биылғы мектебіміздің тәрбие мен білім жөніндегі сапасы едәуір жоғарылады. Соның ішінде мектебімізде оқушыларды кезекшілікке қою, мектебіміздегі өзін-өзі басқару күні және де мектеп фракциясы мен мектеп оқушыларының атсалысуымен өтілген іс-шара біршама десек болады. Және де алдағы келе жатқан ұбт-дан, жас түлектерге айтарым, алдағы келе жатқан ұбт-дан сүрінбей өтулеріңізді тілеймін. Жас түлек, мектептегі жеткен бұл жетістігіміз біздің өмірдегі үлкен жетістіктеріміздің кішкене баспалдағы болсын. Алла қаласа үлкен жетістіктерге жете берейік. Сіз болып, біз болып көрісіп, көргенде сәлеміміз түзу болып жүре берейік. Білімді құйып санаңа, шәкірт болыңдар білікті. Орнымызды нық басар, тапсырамыз алтын кілтті деп кілтті табыстауға рұқсат етіңіздер. Саламатсыздар ма? Бүгінгі түлектер қоштасу күніне жиналған барша қауым, армысыздар ұстаздар мен ата-аналар. Ең алдымен сәлем сөздің басы демекші, мынау соңғы қоңырау күніне орай жиналған барша құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және жүректері алып ұшып, үлкен өмірге қанат қаққалы тұрған жас түлек аға-әпкелерім, армысыздар. Ал жас түлек, үлкен өмірге қанат қақып бара жатсыздар. Қанаттарыңыз талмасын. Жоғарғы оқу орнына түсіп, студенттік дәуірлеріңіздің қызықты өтуіне, абыроймен бітірулеріңізге тілектеспіз. Таңдаған мамандықтарыңыздың мықты маманы, кәсіпкері болыңыздар. Алдағы күтіп тұрған өмірлеріңіздің баспалдағынан сүрінбей өтіп, үлкен жолға басар алғашқы қадамдарыңыз сәтті болсын. Бәріңізге ақ жол тілейміз. Бүгін міне уақыт лезде өтіп, соңғы қоңырау үнін естуге шақ тұрғандаймыз. Осынау соңғы қоңырауда Алтын ұя мектептерінен ұшқалы отырған мектеп түлектеріне тілерім, ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл жинап, өз қалаған оқуларыңыздың маманы болып, ата-аналарыңыздың, мектептегі ұстаздарымыздың үмітін ақтаңыздар. Өмір ақ пен қара жолақтан тұрады. Өмірде қандай сынақ болмасын, сол сынақтан сүрінбей өтулеріңізге, өмірден өз орындарыңызды табуларыңызға шын жүректен 2024 жылдың түлектері ретінде тілектеспіз. Және де сіздердің де жолдарыңызды бізге берсін дегіміз келеді. Өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан жас буындарға бізде үлгі боларлықтай жас түлек болып, мектепті абыройымызбен бітіруімізді бұйыртсын. Және осы сәтті пайдалана отыра, біздің осындай дәрежеге жетуімізге ең әуелі Алла, одан кейін кішкентайымызда мәпелеп өсірген ата-анамызға және мектеп табалдырығын алғаш аттаған кезде қолымызға қалам ұстауды үйреткен, әріп тануды үйреткен, тәрбиемен бірге білімді жұптастыра жүріп, білім нәрімен сусындатқан барша мектебіміздің ұстаздарымызға батымызды үйіп тұрып, шын жүректен алғысымызды білдіргіміз келеді. Мектеп президенті Қуандық Есіл ағамыздың аманаттап берген кілтін ала отырып, алдағы оқу жылындағы түрлі деңгейдегі білім бәсекелеріне қатысып, қалалық, республикалық білім саласындағы мектебіміздің беделін арттыруға және де өзіндік үлесімізді қосуға. Ел ертеңі ақылына көркі сай мектебіміздің жастары болуымызға, мектептегі қоғамдық жұмыстарға үлкен жауапкершілік танытып белсене араласуға, әр уақытта мектебіміздің алдыңғы шетте жүруіне және сенім биігіне шығып, өз үлесімізді қоса отырып, уәде етеміз.
кезінде мамырдың қанаты қаққанбыз. Жас түлек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғырыменен асығып балалық шақтың есігіндегі жапқанбыз. Қызығып жасыл күлгенге балалық өміріңде мүмкіндік жоқ қой сол күнге барып қайтатын бір күнге татулық кейде келістік келсе қайда келістік есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Қашушы едік көргенде бұрын партаны, тақтаны көрсек қазір өзіне тартады. Әр шәкірттің бақыты үш күн екен ғой. Аяулы ұстаз ағар шаштың әр тағы. Қызығып жасыл күлгенге балалық өміріңде мүмкіндік жоқ қой сол күнге барып қайтатын бір күнге татулық кейде келістік келсе қайта келістік есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Біздерден кейін сыныпқа кімдер екен? Біз жауып кеткен сыныптың кілті кімдерден? Біз ғашық болған қыздардың аты кітаптан. Соңғы бетінде әлі жазулы тұр деген. Қызығып жасыл күлгенге балалық өміріңде мүмкіндік жоқ қой сол күнге барып қайтатын бір күнге татулық кейде келістік келсе қайда келістік есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Құрметті жас түлектер, мектеп қабырғасында өткен әрбір есте қаларлықтай қайта оралмас сәттеріңізді еске түсіріп, білім алған ошақтарыңызды ұмытпаңыздар. Біз осынау сатылы кезеңді түлектер сағынышы қойылымы арқылы жеткізе отыра сіздерге алдағы үлкен өмірлеріңізге сәт сапар тілейміз. Және де естен кетпес сәттеріңізді ұстаздардың еңбегін ескеріп, мектепке сағынышпен оралып тұрыңыздар. Біз сіздерді күтеміз.